Сәлем достар, сіздермен бірге дәмді ас каналы. Бүгін біз чечевица супын дайындаймыз. Кастрюлемізге осындай су алып, окорочкамыз жуып, тазалап, осылай саламыз. Әркім өз қалауынша салады. Мен 2 үйін салдым осылайша. Қайнатуға қойып қоямыз қақпағын жауып. Үстінен тұз салуды ұмытпаңыздар. Әркім өз қалауынша салады. Тұзымызды салып, қақпағын жабамыз. Мен бірден тұз саламын, өйткені етімізге тұз сіңіп әдемі болады. Көбігін алып, тазартамыз. Осылайша барлық көбігін жинап аламыз қайнаған соң. Бұл уақытта біз енді пиязымызды, сәбізімізді тураға кірісеміз. Табамызға майымызды құйып, 2-3 қасық майымызды құйып, пиязымызды салып, 4 бұрыштап турадым пиязды. Пиязды алдын ала турап қойдым, уақытымды көп алмас үшін. Жақсылап қуырамыз. Пиязымыз сарғайған соң үстіне сәбіз саламыз. Бір сәбіздің жартысын ғана алдым, толық алған жоқпын. Бұны да 4 бұрыштап, көбіктап турадым. Осылайша қуырып, 1,5 қасық ұнымызды салып араластырамыз. Қуырылып жатқан сәбізден пияздың үстінен томат саламыз, араластырып. Жақсылап араластырып қуырамыз. Томатымыз қызару керек. Осылайша 1 стакандай су құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз деген себебім біз ұн қосқамыз, естеріңізде болса. Осылайша барлығы бірігіп тұрған заттарды жақсы неге келтіруіміз керек, ажыратып, осылай қақпағын жабамыз. Енді біздің окорочкамыз пісіп дайын болды. Оны сүзіп аламыз. Окорочкамыз бөліп аламыз. Енді осы сорпаның үстіне мына қайнап атқан зажаркамызды құямыз. Тұзын көреміз. Міндетті түрде тұзын көреміз. Мен енді мына жерде 2 стакан чечевица алғам. Чечевицамды жуып тазаладым. Осылайша саламыз. Осындай кастрюльге 2 стакан сәл көптеу болады екен. Керемет қою болады енді чечевицаларыңыз. Үстіп қайнатып, чечевица тез піседі. 20 минутта дайын болады. Көргеніңдеріңізде жақсылап араластырамыз. Ішінде түйір бірігіп қалып кетпеу керек. Енді мен кішкентай ғана картошканы турап үстінен салдым. Картошка болмаса тамақ іше алмайтын сияқтымын. Картошкаға әбден үйренгем. Осылайша картошка саламыз. Қайнады. Қақпағын ашып бір көреміз. Енді етімізді турап үстінен салып жібереміз. Чечевицаны бұлай көже қылмайық, суп қылмайық, суповый пюре қылсаңыздар да болады. Ет салмай, құрық мен пиязбен жаңағыдай зажарка жасап, чечевицаны қайнатып, үстіне зажарканы салып, пюре жасасаңыздар болады, блендермен езіп. Мен ондай пюре ішілмейді біздің үйде, сондықтан осылайша суп жасадым. Супымыз дайын болды. Мен сіздерге құйып көрсетейін. Қандай керемет тамаша суп болды. Біздің жанұямыз сүйіп жейміз бәріміз. Блендермен езіп, пюре қылсаңыздар да болады осылайша. Чечевицамыз өте керемет, тамаша, тәтті болды. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Асымыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыздар.